Сәлем баршаңызға. Бүгінгі видеода Фаберлик компаниясына приложение арқылы қалай тапсырыс жасауға болады, сол туралы айтатын боламын. Осы тұрған приложениені Google Play немесе App Store'дан скачать етіп телефонға орнатып аламыз. Келесі кезекте осылай ашамыз. Профиль дегенге басып, войти дегенді басып, номер покупателя мен ключті жазамыз. Кірген уақытта бізде осындай бет ашылады. Мои заказыдан өзіңіздің тапсырыстарыңызды көре аласыздар. Уведомление смс-тер, мой бизнес деген жерден регистрация в структуру деп регистрация жасауға болады. Личный счеттан өзіңіздің неше сумма бар, соны көре аласыздар. Точки доставки, егерде өзгертемін десеңіз, добавить дегенді басып өзгертуге болады. Настройки региональности деген жерден городты өзгертуге болады, және де тілді өзгертуге болады. Обратная связь дегенге Фаберлик компаниясының жалпы өзіңіздің тілектеріңіз немесе сұрақтарыңыз болса жазып қойсаңыздар болады. Міне мен де жазғанмын, жауап берген екен. Келесі кезекте главная дегенге барсаңыздар, осындай акция беттері ашылып тұрады. Уход, макияж, парфюмерия деген жерлерін басып таныссаңыздар болады. Корзина дегенге барамыз. Және де осы жерден плюс деген батырмасын басамыз. Найти товар дейміз. Мысалы 16-32. Зубная паста в корзину деп басамыз. Корзинаға салынды. Енді келесі кезекте мен бір штук салдым. Егерде сіз көп саламын десеңіз, плюсикті басасыз, азайтатын болсаңыз, минусты басып азайта аласыз. Мінекей 2 штук, 1 штук дедік. Мына тұрған пакет, каталог дегендерді удалить етуге болады. Минус дегенді басып. Продолжить дегенді басамыз. Ваши персональные акции деген жерде акциялар, каталог, распродажа және сіз стартовый программаңыз, яғни шаговый подаркілеріңіз тұрады. Келесі кезекте қайттан продолжить дейміз. Выберите точку доставки дейді, осыны таңдаймыз. Выбрать дейміз. Дәл осылай міндетті түрде адрес доставки енгіземіз. Тағы да продолжить дейміз. Егерде сіздің тапсырысыңыз 5000 теңгеге жетпесе, осындай смс шығып тұрады. Продолжить дегенді басып, заказды утвердить етіп, тапсырысты аяқтауға болады. Заказать дейсіздер. Ал егерде мен заказ жасадым, мен енді бұл заказды жай мысал үшін жасағандықтан, мына тұрған корзинаны басып, заказымды удалить етіп тастаймын. Сіздерді тура солай жасап, үйреніп, қайтадан удалить етіп тастасаңыздар болады. Егерде видео пайдалы болса, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып, қолдап кетуіңізді сұраймын. Сау болыңыз.